Многодетный семья болса, дети сиреті болса, семья воспитывающих детей инвалидов, яғни мүгедек бала асыраушы, бірінші екінші топтың адамдары болатын болса, осылардың табысы, общий табысы, әр адамға шаққанда 70.851 ашпау керек, яғни күнкөріс деңгейі ғой қазіргі таңда 70.850 бар. Мысалға, мынандай ситуацияны қарастырыңызшы, папа мен мамасы 4 баласы бар. Папасы 200 мың алады, мамасы 85 мың алады. Сонда 285 мыңды 6 бөлгенде 47.500. Бұлар как раз мынаны арендадан алуға болады. Бірақ бұл жерде мынандай бар. Бірінші талап 70.851 ма? Екінші талап, егер семьяда 1 мен 3-тің арасында болатын болса, онда максимум 40 метр квадраттың ақшасын төлейді үкімет. Олар отырып алып 100 квадрат деп айта алмайды да. Егер 4 адам мен 5 адамның арасында болатын болса, олар максимум 60 квадраттың ғана төлейді. Ал енді 6 адамнан жоғары болатын болса, 6 адам жоғары болатын болса, онда 80 метр квадраттың төлейді. Түсінікті ма? Енді регион бойынша әр регионда өзінің 1 метр квадрат қанша тұратын шығады. Әр регион бойынша. Әр регионға, мысалы Астанада бөлек, неде бөлек деген 1 метр квадрат. Оны қалай есептейді? Оның өзінің бір коэффициенттері бар.